Армағайы, Қайырлы таң. ертең таңдық таңғы бағдарламасын бастаймыз. Жаңа ақпан айының алғашқы аптасы берекелі болсын. Ертең бағдарламасының 121 санын назарларыңызға ұсынамыз. Жаңғырхан, қыстың соңғы айының алғашқы аптасы да бастадық. Ақбота, уақыт жылдан деп айтқым келген шығар. Жаңғырхан, әрине, тарихи тұлғалар мен маңызды оқиғаларды тарих бетіне айшықтайтын уақыт. Олай болса, атаулы күн айдарына кезек берейік. Бүгін бұлапыт сөз айтуға болмайды. Өйткені 3 ақпанда бүкіл әлемде балағат сөзге қарсы күрес күні аталып өтеді. Боғауыз және бейпіл сөздердің саны бойынша ағылшын тілі көш басында. 2-ші орында голланд тілі, ал 3-ші орында орыс тілі екен. Ақшта бүгін ұлттық сәбіз торты күні аталып өтеді. Бұл кулинарлық туынды ертеден америкалықтардың сүйікті десерті болып есептеледі. Торттың бұл түрі өткен ғасырдың 70-80 жылдары өте танымал болды. Өйткені дәл осы уақытта салауатты өмір салтын ұстанып, қанттан бас тарту сәнге айналған еді. 1815 жылы Швейцарияда қатты ірімшік дайындау бойынша әлемдегі алғашқы фабрикан негізі қаланды. 1894 жылы ақшта болаттан жасалған алғашқы шағын желкенді кеме суға жіберілді. 1990 жылы Қазақстанның ұлттық олимпиада комитеті құрылды, және оны 2 жылдан кейін халықаралық олимпиада комитеті мойындады. 1992 жылы Алматы қаласында ақш елшілігі ашылды. 1928 жылы актер, Қазақстанның халық әртісі Кененбай Қожабеков. 1954 жылы эстрада әншісі, Қазақстанның халық әртісі Нағима Есқалиева дүниеге келді. 1961 жылы композитор Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұражайына қарасты Ғазиза және Ахмет Жұбановтардың шығармашылығын зерттеу орталығының басшысы Әліби Мамбетов дүниеге келді. Алпысын тату болса ас көп деген. Наконец-то біз жұмсайтын адам келдіге. Иә. Менің бетім әлі ашылған жоқ. Не тек тұрсыңдар? Келін, келін, ақ келін, алтын ол қыстап келін, босағаңның аттаған шамшырағын жақ келін, қол ұстасқан жарыңның басына бол бақ келін. Өмір нұрға боялды, махаббаттар оянды, болсыншы деп тілейміз, бақыттарың баянды, тек жақсылық сыйлайық, ата-анаға аяулы. Қос қарлыға ұядан қанаттарын қақты деп, думандатып біз келдік, баршаңызға бақ тілеп, жақсыларым сіздерге бізден болсын ақ тілек. Бар толғалы күйі бол, сүйгеніңе сүйі бол, бақыт деген сыйластық, ынтымақты сүйеді ол. Қызың сеніп тапсырды, отбасыңа ие бол. Арма халқын сәлем салды, думанды той болсын әр күнің. Ардақ белін, ақ жүрегім, баршаңызға бақыт тіледім. Марқайып, жастар үміт артайып, бақыт өмір сүріңдер, бір жастықта қартайып, күндосындай той болсын, ойнап күліп қайтайық. Жүректегі шаттықты қалай айтып таусамыз, шаршасаңыз тек қана жақсылықтан шаршаңыз, келін кісі құда боп, той көріңіз баршаңыз. Арма халқын сәлем салды, думанды той болсын әр күнің. Ардақ белін, ақ жүрегім, баршаңызға бақыт тіледім.
Ақбота, қазір саған бір өлеңнен үзінді оқиын. Тіршілікте көрінеміз өлместей, тұра алмаймыз, ерегеспей, белдеспей. Өтейікші бірімізді біріміз өшіктірмей, өкпелетпей, сендеспей. Жаңғырхан, бұл ақиық ақын Мұқағали Мұқатаевтың өлеңі. Дұрыс таптың, Ақбота. Ақпан айының 9-шы жұлдызында Мұқағали ақынның туғанына 94 жыл. Мұзбалақ ақынның шын аты Мұхаммедқали 1976 жылы 45 жасында өмірден өткен. Өлеңдері халқының жүрегінен орын алған Мұқағали Сүлейменұлының құрметіне басталған аптаның поэзия бетін толық арнағалы отырмыз. Күн батты ма? Түн келді ме? Таң атты ма қайтадан? Құдіретті тірлігіне кірістім бе? Қайтадан? Арма өмір, бар әлемді бауырын алып шайқаған. Әрбір әрпі, қанға шомған, тарихына қараңдар. Отырардай опат болған қала жоқ па жараңдар. Тату тәтті бармысыңдар, армысыңдар адамдар. Әлемдар хан, сайылаңдар, бәріңе де орын бар. Қорған емес, салтанатты сәнді сарай соғындар. Ей адамдар, сендер тату болыңдар. Анамыз жер, сол анадан жаратылдық туыстық. Алайда біз қанда төктік, қалжырады ұрыстық. Армысың сен? Арамызда жалғыз перзент. Тыныштық. Қадірлім, қасиеттім, ордам менің, отаным марқа сүйері қорған белім. Заңғар көгім, саябақ орман көлім, жемжеген алақанынан нақ кептерім. Боз құсым, иығыма қонған менің, рухым бар пәледен қорғар мені. Кешір, шеше, мәңгілік майдандамын, жауға олжа болмасын деп жайған малым, отан деп аталатын сайран бағым, қаламаймын. Біреулер ойрандауын, сол үшін күзеттемін майдандамын. Мың есе намысымды қайраудамын. Түсін, шеше, мен емес жаман бала, ренжіме маған да, заманға да, қарызынан отанның құтылайын. Отан деген маған да, саған дана. Қи мені, отаныма алаңдама. Сен менің жаратушым құндақтаған, мен сенің ұлыңмын деп кіл мақтанам. Кешір ана, бір сенің еркең болмай, отаныма ұл бол қымбат маған. Сені менен отаным егіздеймін, сенен отан, отаннан сен іздеймін. Отаныма бермені басы бүтін, нашар әйел тапқан дегізбеймін. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі тақырып ырым жайлы болмақ. Ырым, тәрбие, тағылым. Қазақ ырым тыйым арқылы ұрпақ тәрбиелеп, ата салтын жаңғыртып отырған халық. Жалпы көшпелі халықтың қатты ырымшыл болатыны белгілі. Жаман ырым болмайды. Ырымдай алмайтын адам болады. Жақсы ниеттен туған жақсы амал есептелетін ырымшылдық таза сенім мен талғар түйсікке жетелеп, рухани тегімізге жақындататыны ақиқат. Ырымға сенбейтін адам болмайды. Сенбеймін деген адам да басына іс түскенде өзі іздеп табады. Қазақы ырым тыйымдар қазақы дүние танымның ең үлкен бөлігі ғана емес, тәлім тәрбие институты. Тек ұлы халық қана ырымдайды деп есептеген. Ырымдаудың өз жөні болатын ескеріп, жаман ырым етеді,
ырымы қырын кетеді деп қалай ырымдау керектігіне де жол көрсетіп отырған. Халық ырымды ғылымнан да жоғары тұратын тылсым құдіреттің түсінігі ретінде де қарауы мүмкін. Түйсігі барлар түйсінетін өмір заңдылығы екені даусыз. Жұбайы жүкті болса, аңшы буаз аңға тиіспейді деген ырым бар. Дала заңы бойынша көктемде буаз маралды атпайтын болған. Жан-жануарлардың көбею маусымында да оларға тиісуге тыйым салған. Сонымен бірге үйдегі жары жүкті болса, буаз аңға тиіспеген, көк шөпті жұлмаған. Көрпешті өлтіргенге, яғни іштегі сәбиді өлтірушіге қоса 10 адам жазаланған. Құрсақтағы сәбиді ата-бабаларымыз көрпе-көрпеш деп атаған. Көне түркі жазбаларында көрпе сөзі балғын, жаңа деген мағына берген. Егер қандай да бір себеппен көрпешті өлтірген жағдайда, қанды қолмен қоса 10 адам өлім жазасына кесілген. Себебі іштегі сәбидің көрпенің дәрежесі періштемен тең саналып, дала заңы бойынша оның құны 10 адамға тең деп белгіленген. Ұл туғысы келсе, келіншек еркектің қару-жарағын, қыз туғысы келсе, жүзік сырғаны, моншақты, қызыл түсті матаны да жастанып жатады. 2 қабат әйел қоян етін жемейді. Жесе баласы қоян жырық боп туылады. Келін төрге шықпайды. Төр қонақтың немесе отағасының орны. Түсік тастамасын деп 2 қабат әйелдің етегін бүріп қояды. Жүктан ағарымдап, түйе сүтін, шұбатын ішкізбейді, түйе етін жегізбейді. Себебі жүктілік уақыты ұзарып кетеді деп есептеген. Бұл ырым түйе ботасын 13-14 ай көтергеніне байланысты болса керек. Оның үстіне боталар кезде бошалап алысқа кетеді. Бұл түйенің боталар кезде қатты қиналатынын білдірген. Түйенің үстінен аттату немесе түйе жүнін тұтатып аттату егер жүктананың босанатын мерзімі созылып немесе байқаусызда түйе сүті мен тағамын жеді деп есептесе, түйеден 3 рет аттатқан немесе түйенің астынан өткізетін болған. Кейде бураның бас сүйегін төрге іліп қояды. Ал қазір қалада түйе жоқ жерде жүнін тұтатып, содан аттатады немесе суретін сызып, соны аттатып жатқанын да көріп жүрміз. Бір қызығы, сол ырымды орындаған кезден кейін толғақ басталады екен. Ал енді ырымға сенбей көріңіз. Аружан. Ренжімеңіз ағай, кейін өзім сөйлесем. Сабақтарын жалғастыра беріңіздер. Жақын іздеп жат көрінген шаһардан, бір жақсылық күткен ұлы сапардан. Әкесі бар қыздың бәрі әдемі, әкесі жоқ қыздың бәрі қаһарман. Тағдыр шығар төбесінен бұл түйген, жұбатайын салтанаттай бір күймен. Алақанға жылу іздеп қонатын, балапанға ұқсатамын үрпейген. Адамдардың жүрегінде мұз бар ма? Адамдардың көңілінде сыз бар ма? Қызғалдақ гүл солып қалған суықтай, қызғалдақ қыз толып қалған ызғардай. Жалғыздықта мұңаяды әкеде, жапырақта сарғаяды күз барда. Ескеніші маңдайынан иттерлік, тиеспеңіші әкесі жоқ қыздарына. Қалай қойған менің адам атымда, жүрек көзі жанар таудай атылды. Әкесі бар қыздың бәрі әдемі, әкесі жоқ қыздың бәрі ақылды. Қандай адам табатыны белгісіз, қандай адам болатыны белгісіз. Тәңір оны сынақ беріп жылатқан, алдамаңыз жылатпаңыз енді сіз. Адамдардың жүрегінде мұз бар
балалардың жүрегінде мұз бар ма, атамдардың көңілінде сыз бар ма? Қызғалдақ гүл солып қалған суықта, қызғалдақ қыз тоңып қалған ызғарға, жалғыздықта мұңаяды әкеде, жапырақта сарғаяды күз барда. Ескеніші маңдайынан иттерлік, тиеспеңіші әкесі жоқ қыздарға. Биыл жеңістің 80 жылдығы. Үкімет басшысы бекіткен қаулы бойынша елімізде биыл жеңістің 80 жылдығы мерекелеуге орай 94 іс-шара өткізілмек. Ұлытау өңіріндегі бұл атаулы датаға орай облыстық әмбебап кітапханасында алғашқы мазмұнды кеш ұйымдастырылып үлгерді. Ғибратты ғұмыр тақырыбында өткен еске алу кеші қоғам және мәдениет қайраткері, соғыс ардагері, Ұлытау, Жезді аудандарының және Түркістан қаласының құрметті азаматы Макен Төрегелдиннің өнегелі өмір жолына арналды. Ұлытаудың баурайында өмірге келген ұлы ғалымның шапағатын көрген Мәкен Төрегелдіұлының ғибратты ғұмырын аз сөзбен түйіндесек, ол жастайынан еңбекке араласып, еліне қалтқысыз қызмет еткен қайраткер. Ол сұрапыл соғыстың басынан аяғына дейін қатысқан майдангер. Әскерге ерікті болып қатысқан, әуелі летчик болам деген, артынан танкист болам деген, аяғында огнеметный службада болды. О кезде фосфордың қосындысы шыны қарапқа салынады екен да, оқпен атылады екен. Екінші, артта ранысы 50-60 килограмм сол житкіс болады екен. Оны атқан кезде 8 метрге дейін болады екен. Немістердің жаяу әскерлері қорқады екен. Қатты. Міне сонда 39 жасында взвод командирі болып, Сталинград майданына қатысып, Сталинград майданында қатысқан үшін грамотаға ие болған. Оны СССР жоғары советі президиумның қаулысымен береді екен. Енді Мәкеңнің кейінгі өмірі мына Қарсақбаймен байланысты. Қаныш Сәтбаевқа 39 жылы жұмыстың қажеттігін айтып келеді. Қанекең сөзін тыңдап, Мәке қайда оқисың дейді, кешкі мектепте оқимын дейді. Сосын сені мен уақытша кішкентай жұмыскер етіп қабылдаймын, бірақ сен Қарсақбайдағы фабрика завод мектебіне барып геология сабағына қатысып тұр дейді. Сонымен жүріп, сосын бұлай көкке танылғанның бір белгісі Сәтбаев Жезқазғаннан Алматыға кетіп бара жатқанда Жеті өзенінің бойында қазіргі музейдің территориясы деймін. Үлкен геологтар шығарып салу салтанатын жасайды. Сонда Қанекең келіп, длинно ноги дейді екен. Сосын кездесеміз бе, кездеспейміз бе деп, 50 грамды бірге тартат соғыстырды. Оңысы Қанекеңді мәңгілік шәкіртім деп кетті. Енді кейінгі өмірі мына Мәкең үшін Ұлы Отан соғысы айтып отырады 78 жыл аяқталды. Өйткені осымен бірге қызмет істеген кісі бір Құсайтуға барған кезде жанында Ерсот деген Ленин орденді не бар екен, әскердің ішіндегі тәртіпті сақтауға байланысты қызметті басқаратын. Сол
екеуі барып он Венгрияда жүгерінің арасынан бір 30 шамалы қоян атып алады. Сол кезде қоразы мен тауық жүр екен. Айтады, мына қораз бен тауықты атайық дейді. Жоқ, алдық қой, мына жетеді ғой десе, екінші рет айтады. Сосын атып жібергенде қораз құлап түседі. Сосын құлап түскенде ана кісі біртүрлі болып қалады, тағы да бір еркек кетті ғой дейді. Соның кейін, біраз күннен кейін айтады. Мен өлсем, әке шешеме сен барып айтасың, сен өлсең, мен еліңе барып айтамын дейді. Сонымен Мәкен ана кісі мына бандиттердің қолынан қаза табады. Сонан бұл кісі әлгі кісінің ата-анасын іздейді, әскери наградаларын іздейді. Ақырында 1972 жылы сол кісінің әке шешесіне барып баласы жүргенін айтады. Сонда әке шешесі айтады, бұл қазақтың ерекше қанында бар нәрсе болу керек. Парасаттылық және адамгершілік дейді. Міне кезде сонымен бірге оқыған балалар жүр. Бірде біреу келген жоқ. Сол сен Қазақстаннан іздеп келдің деді. Енді бір жолы менің бір айтайын дегенім, ол қазақтың қаны бәрімізде бар. Ол қазақтың қанының қасиетін жұртқа көрсету үшін білім керек. Жылы жүрегі болу керек адамның, адамгершілік қабілеті болу керек. Сол кезде біз қазақтың қазақ екенімізді таныта аламыз. Мәкеңнің бүкіл өмірі біз үшін сабақ болып қалды, алдағы уақытта да сабақ бола береді. Ол жайында мына Мойдолық деген кітап жазды, ол кісі қайтыс болғаннан кейін бір жылдан кейін басылды, баспаханадан шықты. Кітап қазір Қазақстан Республикасы президентінің кітапханасында және Россия Федерациясы президентінің федерациясының кітапханасында сақтаулы. Ол 30 жыл ғұмырын Қазақстан мен Орта Азияда теңдесі жоқ музей ұйымдастыруға арнаған өлкетанушы. Ол Өмірхан Байқоңыров атындағы Жезқазған университетінің құрметті профессоры, Ұлытау ауданы мен Түркістан қаласының құрметті азаматы. Қан майданда аман келіп, бейбіт өмірге де үлкен еңбек сіңірген, артында өлмейтін мұра қалдырған мұражай Мәкен ағамыздың есімі ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді деп ойлаймын, оған сенімдімін да. Мәкен ағаның өмір жолы, еңбек жолы кімге болса да үлгі, жасқа да, үлкенге де. Адамның қадір қасиеті қанша жыл ғұмыр кешкенінде емес, артында қандай із қалдырғанында. Бұл Ұлытау перзенті Мәкен Төрегелдіұлының өмірлік ұстанымы. Үстіміздегі жылы 20 ғасырдағы ең үлкен оқиға, тарихи оқиға, екінші жаһан соғысындағы жеңістің 80 жылдығы атап өтіледі. Бұл дата және бұл жеңістің 80 жылдығы деген тарих біздің Жезқазған, Қарсақбай, Ұлытау аймағы үшін өте қастерлі тарих. Майданға кеткен әкелеріміз, аталарымыз, ағаларымыз есептемегенде Жезқазғанның, Қарсақбайдың, Жездің өндірістері майдан үшін еңбек етті 5 жыл бойы. Ал елге келіп, артынан өнегелі із қалдырған тұлғалардың бірі, әсіресе мынау осы аймақтың мәдениет саласына үлкен із қалдырған, соңында үлкен мұра қалдырған кісілердің бірегейі Қалкен Мәкенбаев ағамыз, сосын Мәкен Төрегелдин ағамыз. Биыл облыстық кітапхананың қабырғасында облыста бірінші 80 жылдыққа арналған көрме және облыстық кітапхананың кітап көрмесі ашылып отыр. Бұл Мәкен ағамыздың жүріп өткен жолына, әсіресе Ұлы Отан соғысындағы шежіресіне арналады. Жезді музейінен арнайы көрме келіп отыр. Ол көрмеде Мәкен ағаның мемориалдық дүниелері қойылады. Әсіресе сол соғыс жылдарындағы ерлік істері, жүріп өткен жолын айғақтайтын құжаттар әкелініп отыр.
жанын қиып кете алмай жас өмірден асқақпаған армандай өрмелеумен жас қазақ шатты көзі от жайнап Осымен ертеңнің дүйсенбілік саны аяқталды. Ертең кездескенше. Таңымыз арайлы, күніміз шуақты болсын.